Сәлем достар, эфирде мен Камила, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді әрі тез дайын болатын булка наннан пицца жасайтын боламыз. Керекті заттардың бәрін видео барысында және описанияда жазып кететін боламын. Нанымызды 1 сантиметр қылып бөліп шығамыз. Видеодағыдай етіп ұсақтап турап шығасыздар. Қалауларыңызша кез келген затты қосып қолдана берсеңіздер болады. Көп жағдайда балалар болгарский бұрышын ұнатпайды. Сіздер қалауларыңызша қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Барлық заттарды ұсақтап турап алғаннан соң, бір ыдысқа салып, барлығын араластырып аламыз. 1 сантиметр қылып кесіп алған нанымызды табамызға жайғастырып, үстінен кетчуп немесе томат пастасын қолдансақ болады. Жағып 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Небәрі 2-3 минут қана кетеді. Міне осылай жағып, қасықтың көмегімен бір келкетіп жағып шығамыз. Үстіне дайындалған тестамызды салып, ең бетіне сырымызды сеуіп шығамыз. Міне осылай өз өмірімізді дәмді, сәнді, әрі керемет өткізу өз қолымызда. Пиццаның көрінісі пісірмей-ақ жеп қоятындай тартымды, керемет болып тұр. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазғандарыңыз үшін мың алғыс. Өмірлеріңіз мәнді, сәнді, керемет болсын. Астарыңыз дәмді болсын.